Мектеп. Осы бір сөзде үлкен мән мағына жатыр. Сонау 1998 жылы алғаш рет құшағын айқара ашқан білім ордасы бүгін мерейлі 20 жасқа толып отыр. Жамбыл облысы Тараз қаласындағы облыстық мектеп-интернат 1998 жылы 16 наурызда Жамбыл облысы әкімінің номері 81 шешіміне сәйкес ашылды. 1998 жылы мектеп-интернатының ашылуына, өсіп өркендеуіне және де 2000 жылы ғасыр композиторы Нұрғиса Тілендиевтің есімінің берілуіне сүбелі үлес қосқан мектеп-интернатының тұңғыш директоры, бүгінде құрметті демалыста отырған Ахметжанова Камиляш Құстұтынқызы тағайындалды. 20 жыл ішінде мектеп-интернатымыздың ұстаздар қатары мен материалдық техникалық базасы толығып, 20 жылдық тарихымызда еңбектің, ынтымақтың, бірліктің ұлы куәсіндей талай табыстарға қол жеткіздік. Бірлік, ынтымақтастық орнаған мектеп-интернатымыздың жыл сайын гүлденуіне ат салысып жүрген ұстаздарымыз бір кісідей жұмыла еңбек етіп жүр. Мектеп-интернат ұстаздары мен тәрбиеленушілері облыстық, республикалық және халықаралық байқауларға, қашықтағы олимпиадаларға, пән олимпиадаларына белсене қатысып, жүлделі орындарды иеленді. Облыстық және республикалық ғылыми конференциялар мен ғылыми әдістемелік журналдарға үздік сабақ үлгілерін жариялауы күннен күнге артып келеді. 2016 жылы мектеп-интернат директоры Жақсылықова Елмира Сауқымбекқызы өз жетекшілігімен Грузия мемлекетіне апарған екі оқушымыз екінші халықаралық Гамарджоба Тбилиси шығармашылық фестивалінің байқауына қатысқан Жалғас Айтқұл мен Ермахан Байсейіт гран-приді жеңіп алып, лауреат атанды. 2017 жылы Нұрғиса Тілендиевтің мұрасы және қазақстандағы патриотизмді қалыптастыру тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өткізілді. Конференцияға Нұрғиса Тілендиев халықаралық қоғамдық қорының директоры, халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі Оралжан Масатбаев, Ақорда республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Қанат Мұсағұлов және Есен Әлібаев Нұрғиса Тілендиевтің көзін көрген, бірге жүрген физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық ақпараттандыру академиясының академиктері қонаққа келді. Осындай 20 жылдық тарихымызда мектеп-интернатымызға қол ұшын созып жүрген жаны жомарт, мейірімді жандар аз емес. Соның бірі Қазақстан Республикасының еңбек ері білім мекемелерінің меценаты, Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктесінің бас директоры Искандеров Мұхаш Зұлқайнар ұлының қолдауымен мектеп-интернат ауласына ойын алаңы орнатылды. Сонымен қатары үнемі демеушілік көрсетіп жүрген қадірлі азаматтарымыз Олжабеков Серік Бектенұлы, Бином жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, Жұмабек Бөлікбаев Әбдікәрімұлы, Жамбыл жылу мекемесінің директоры, Тарас Энерджи жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Нұрбол Күздекбаевтарды айтуға болады. Бүгінгі күні мерейлі мектеп-интернатынан ұшқан түлектер Қазақстан Республикасының барлық облыстары мен аудандарында әртүрлі мамандық иесі болып, тәуелсіз Қазақстанның гүлденіп өркендеп өсуіне аянбай ат салысуда. Атап айтсақ, Астана қаласының әкімдігінде Қасиет Ынтызарбек жас маман, қаржы бөлімінде Ерлан Әлімбетов, Алматы қаласындағы Достық білім беру орталығының директоры Байсариева Жұлдыз, Атырау қаласында Дзюдо еркін күрес федерациясының президенті Бекболат Алдамбеков, Қарашаш Үркімбаева Тараз қалалық білім басқармасының бас есепшісі, Талдықорған қаласында әділет басқармасында заңгер Жансерік Жапектегі, 55-13 әскери бөлімде келісім шартпен қызметте 6 түлегіміз. Сонымен қатар полиция қызметкері Дәулет Жақсылықов пен Серік Шыныбаев. Өнер жолын қуған түлектеріміз Құрманбек Қуанышбаев, Жамбыл облыстық филармониясының белді әншісі, Досыбаев Бекболат жігер тобының әншісі, Мержан Самылтыров, Астана қалалық филармония әншісі, Саламат Бейсбаев, Қыран тобының әншісі, Данияр Жақсылықов жебе тобының әншісі, Алматы қаласындағы Петр Чайковский музыка колледжінің білімгерлері Ақерке Нұрғалиқызы, Бейбарыс Дүйсенбек, Абай педагогикалық колледжінің білімгерлері Ермахан Байсейіт,
Осы колледждің білімгері бүгінде Тұрар Рысқұлов ауданында музыка мектебінің қобыз классының ұстазы Айшабибі Орманова. Осы ауданның мәдениет үйінің музыка жетекшісі Елдар Төрегелді. Меркі ауданында хореограф Гаухар Абдрахманова. Жамбыл облыстық драма театрының актері Мейірбек Әмірқұлтегі. Жуалы ауданында мәдениет үйінің директорының орынбасары жас ақын Нұржан Әлішев. Соңғы 3 жылда бітірушілердің ішінен 58 түлек ұстаздық жолды таңдап отыр. 20 оқу жылын артқа тастаған Нұрғиса Тілендиев атындағы білім ордасының ойы озық, шығармашылығы шырқау, ізденісі ілгері ұстаздары мен рухани, мәдени саламызды нығайтатын, отанымызды қадірлеп, қастерлейтін оқушыларының көп болуына тілектеспіз.